Сәлеметсіздер ме, құрметті онлайн консультация көрермендері. Мен Жаскен Жиенбаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының пестицидтер токсикологиясы зертханасының меңгерушісі Рвайдарова Гүлниса Олакаевнамын. Мен бүгін сіздермен пестицидтер және өнім сапасы жайында біраз мәліметтер беремін және соны бастайын деп отырмын қазір. Біздің пестицидтер токсикологиясы зертханасы техникалық біліктілікке сай Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты бойынша ГОСТ ИСО-МЕК 17025 2008 бойынша аккредитациядан өткен. Яғни аккредиттеу аттестатымыз бар. Сонымен бірге біздің зертханамыз аккредитация облысы шеңберінде пестицидтердің қалдық мөлшерін, ауыр металдарды, нитраттарды және осы пестицидтердің әсер етуші заттарының массалық үлестерін анықтайды. Сынақтар жүргізу үшін нормативтік құжаттар мен мемлекеттік стандарт бойынша әдістемелік нұсқаулықтар қолданылады. Өнімнің нормативті өнімнің жаңағы нормативті гигиеналық норматив бойынша өнімдерді біз анықтайтын протокол испытаний дейміз, яғни сынама хаттамаларын береміз. Пестицидтер дегеніміздің өзі бұл латын тілінен аударғанда пестис жұқпалы ауру, сайда дегеніміз өлтірем дегенді білдіреді. Демек, бұл пестицидтер ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы қолданылатын химиялық улы заттар болып табылады. Олардың түрлері өте көп, 17 түрі бар. Соның ішінде ең негізгілері инсектицидтер, фунгицидтер және гербицидтер болып табылады. Инсектицидтер дегеніміз бұлар зиянкестерге қарсы қолданылатын химиялық улы заттар. Сонымен қатар фунгицидтер бұлар ауруларға қарсы қолданылатын химиялық улы заттар. Гербицидтер дегеніміз бұлар арамшөптерге қарсы қолданылатын химиялық улы заттар. Бұл пестицидтер ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігін арттырады. Сонымен бірге олардың өнімділігін 20-30%-ға дейін сақтайды. Пестицидтер бізде әртүрлі әдістермен анықталады. Әсіресе олар пестицидтердің қалдық мөлшері хроматограф құралында анықталатындықтан олар хроматографиялық әдістермен анықталады. Біздің зертханамызда 3 түрлі хроматограф құралдары бар және бір хроматомас спектрометріміз бар. Хроматограф құралдары бізде газды сұйықты хроматограф Шимадзу дейді. Сосын тиімділігі жоғары сұйықты хроматограф бұл Ажиленд құрылғысы. Сонымен бірге жаңа мен айтып кеттім хроматомас деп. Хроматомас спектрометріміз осы жақында ғана алдық зертханамызға. Бұл құрылғыда бір үлгіден 16 әсер етуші заттың жаңағы массалық үлесі немесе қалдық мөлшерлері анықталады. Қазіргі кезде осы пестицидтер қоршаған орта мен адамзатқа өте қатты зиян келтіріп жатыр. Осы пестицидтермен өсімдіктер және топырақтар ластанатын болса, онда ол жердің суын, шөбін малға беруге болмайды. Сонымен қатар ол жердің ауасын жұтудың өзі де қауіпті болады. Пестицидтер біздің елімізде 1000-нан аса химиялық қосылыстар бар. Соның ішінде Қазақстан Республикасының территориясында қолдануға рұқсат етілген жаңағы пестицидтердің құрамында тізімінде 200-ден аса
пестицидтер тіркелген. Өнімнің сапасына химиялық улы заттардың әсері бар ма? Өнімнің сапасына химиялық улы заттардың әсері бар. Бұл жаңағы мен айтып кеткендей, пестицидтер бұлар химиялық заттар болғандықтан, улы химиялық заттар болғандықтан, олар регламентке сай қолданбайтын болса, онда олардың кері әсері болады адамзатқа. Яғни адамдарда әртүрлі аурулар пайда болады. Бұрынғы кездерде ересек адамдар көп жаңағы ісік аурулармен ауыратын, ал қазіргі кезде жаңа туылған нәрестенің өзі осы аллергияға, сосын жаңағыдай түрлі ісік ауруларына ұшырап жатыр. Сондықтан да жаңағыдай пестицидтерді қолданған кезде қолдану регламенттерін, оның жұмсалу, өңдеу тәсілі, мерзімі, қайталау, осындай регламенттерді сақтай отырып, біз пестицидтерді қолданғанымыз жөн. Сіздер бастапқы және қайталама ластану анализдерін жасайсыздар ма? Иә, біз бастапқы және қайталама ластану анализдерін жасаймыз. Біз мысалға үлгілер әкелетін болса, үлгілерден мысалға біз егістік алқаптарынан обработка жасалғаннан кейін бірінші күн, үшінші күн, жетінші күн, 14-ші күн осылай қайталап біз анализдер жасаймыз. Азық түліктегі пестицидтер адам денсаулығына қаншалықты қауіпті? Азық түліктегі пестицидтер адам денсаулығына бұл қауіпті болады, егерде жаңағы регламенттер дұрыс сақталынбаса, сосын вегетация кезінде жаңағы пестицидтер көп шашылатын болса, сосын индивидуальная защита дейміз, обработка жасаған кезде жаңағы арнайы киім кию керек, көзілдірік тағу керек, қолғап кию керек, және арнайы етіктер киіп, солай обработка жасау керек. Егерде сондай жаңағы талаптар орындалмайтын болса, онда олар өте қауіпті болады. Пестицидтер бұлар жаңа Қазақстан Республикасының территориясында қолдануына рұқсат етілген пестицидтердің тізімінде санитарлық гигиеналық норматив бойынша ең жоғарғы рұқсат етілген препарат мөлшері тамақ өнімдерінде болады. Яғни бұл МДУ, одан кейін суда, ауада және топырақта шекті рұқсат етілген концентрация, яғни ПДК осындай нормалар тіркелген. Пестицидтердің негізгі үлкен екі тобы бар, олар бейорганикалық және органикалық түрлері бар. Бейорганикалық түрлеріне мыс, мырыш, сынап, кремний сияқты қосылыстары кіреді. Бұл қосылыстар 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап қолданып келді. Сосын бұл жаңағы қосылыстардың зияндылығы көп болғандықтан қазіргі кезде көп қолданылмайды олар. Соның ішінде мыс қосылыстары ғана қазіргі кезде ауыл шаруашылығында қолданылады. Яғни бұл мыс қосылыстары бактериалдық күйікке жақсы қазір қолданылып жатыр. Одан кейінгі екінші органикалық қосылыстар дегеніміз, бұл органикалық қосылыстарға хлорорганикалық, фосфорорганикалық, синтетикалық перитроидтар, амин қышқылдары, кетондар. Қазақстанда пестицидтер өндіретін өндіріс орындары бар ма? Отандық препараттар. Қазақстанда пестицидті өндіретін өндіріс орындары бар. Ол Таразда Химплюс деген фирма бар, глифосат шығарады. Одан кейін Астананан фирмасы бар, оларда өте көп пестицидтерді шығарады. Сосын Павлодарда Казтранскем деген фирма бар, ол фирмада жаңағыдай глифосат шығаратын фирмаларға жатады. Сосын жаңа мен айтып кеттім, қосылыстардың ішінде карбамин қышқылдары бар,
арил оксиалкан карбон қышқылдары бар, триазол, азол, бензой қышқылдары, сульфанил мочевина туындылары, неоникотиноидтар, осындай қосыстары өте көп. Сондықтан солардың ішіндегі хлорорганикалық пестицидтерді айтып кететін болсақ, бұл пестицидтер өте қоршаған ортаға тез бейімделетін, баяу ыдырайтын препараттарға жатады. Хлорорганикалық қосыстар 2001 жылы Стокгольм конвенциясы бойынша тұрақты органикалық ластаушылардың құрамына кірген. Оның ішінде негізгі өкілдері ДДТ, ДДЕ, ДДД, альфа, бета, гамма, ГХЦГ дейміз, гексахлороциклогексан. Осы препараттар жаңағы органикалық ластаушылар қатарына кіреді. Көкөністер мен жемістердегі пестицидтердің қалдығы экспресс-тест арқылы анықтауға бола ма? Көкөністер мен жемістердегі пестицидтердің қалдығын біз экспресс-тест арқылы анықтай алмаймыз. Неге десеңіздер, біз олардың жаңа пестицидтердің өзіне тән әдістері бар. Сол әдістерде көрсетілген, ол 2-3-5 күндік уақытты талап етеді. Сондықтан оларды біз экспресс тест арқылы жасай алмаймыз. Мен хлорорганикалық пестицидтерге тоқталып кеттім. Соның ішінде біздің елімізде отандық препараттарды өндірушілер бар ма? Жаңа айтып кеттім, біздің елімізде отандық препараттарды өндірушілер бар. Олар жаңа Химплюс, Таразда, Астанада Астананан, сосын Павлодарда Казтранскем фирмалары бар. Жаңағы ДДТ препараттары өте баяу ыдырайды. Бұл жаңа химиялық қосыстардың ішіндегі. Ол жаңағы тұрақты органикалық ластаушылар құрамына кіретін бірден бір препарат. Бұл препарат 40-шы жылдарда екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бұл препаратты миллиондаған адамның жаңағы малярия және бөртпе ауруларына қарсы қолданған екен. Біздің елімізде бұны айтып кеттім ғой. Жаңағы ДДТ препараты, яғни жаңағы хлорорганикалық қосыстар, бұлар 50-ші жылдары, 60-шы жылдары ауыл шаруашылығында көп қолданылған. Кейіннен бұл препараттың жаңағы пайдасынан зияндылығы көп екені анықталған. Яғни бұл препарат ана сүтінде, ешкі сүтінде, сиыр сүтінде анықталғаны белгілі болды. Кейіннен бұл препараттар Антарктидадағы жаңа пингвиндердің, ағаюлардың бауырларында табылған. Сосын бұл препараттарды қазір қолданбайды ауыл шаруашылығында. Яғни бұл препараттардың жаңағы өсімдік пен топырақта баяу ыдырайтындықтан олар кейбір әдебиет көздерінде айтылады, 20 жылдан 50 жылға дейін, яғни ыдырау периоды, бұл препараттың ыдырау периоды 20 жылдан 50 жылға дейін, немесе 50 жылдан 100 жылға дейін топырақта сақталады деген сондай мәліметтер бар. Өнім құрамында пестицидтерді болдырмау үшін алдын алу шаралары қандай? Өнім құрамында пестицидтерді болдырмау үшін бұл пестицидтерді дұрыс пайдалану керек. Егерде бау-бақшаңызда жаңағыдай зиянкестер көп болмаса, онда пестицидтер қолданып керек емес. Яғни ол таза өнім, жаңағыдай пестицидсіз таза өнім ала аласыз. Егерде жаңағы зиянкестерге пестицидті қолданатын болсаңыз, онда оны жаңа мен айтып кеткендей Қазақстан Республикасының территориясында қолдануға рұқсат етілген пестицидтердің тізімі бойынша немесе жаңағы мамандардың кеңесіне сүйеніп жаңағы пестицидтерді қолдануға болады.
жаңағы мен айтып кеткендей хлорорганикалық пестицидтерден кейінгі фосфорорганикалық қосыстар. Бұл фосфорорганикалық қосыстар және синтетикалық қосыстар бұлар күн сәулесінің әсерінен тез ыдырайды, сонымен қатар аз жұмсалу мөлшерімен ерекшеленеді. Олар қазіргі кезде көп қолданылады. Ал жаңа мен басында айтып кеттім, хлорорганикалық пестицидтер қазір ауыл шаруашылығында қолданылмайды. Олар қазір өндірістен алынып тасталған. Өнім құрамында пестицидтерді болдырмау үшін оны айтып кеткен ғой. Фосфорорганикалық пестицидтер гидролиз және тотығу реакцияларымен жүреді, және олардың гидролиздену жылдамдығы ортаның pH-на, температурасына тәуелді. Біздің зерттеулеріміз бойынша осы фосфорорганикалық пестицидтер 1999-2000 жылдары оңтүстік шығыс Қазақстан аумағында бұл фосфорорганикалық пестицидтер шегірткелерге қарсы қолданылған. Ол кездерде Дуспан және Адонис деген препараттар қолданылған. Бұл жаңағы біздің зерттеулеріміз бойынша Дурспан хлорпирифос дейміз, Дурспан препаратының әсер етуші заты. Бұл хлорпирифос пестициді әсер етуші заты топырақта табылған жоқ. Ал Адонис препаратының әсер етуші заты фипронил. Бұл фипронил жаңағы топырақта 4 айға дейін сақталған. Сондықтан да фипронилді зерттей келе, бұл фипронил препаратының жаңағы кері әсері көп болғандықтан оны қазір ауыл шаруашылығында қолданбайды. Какие соединения чаще всего встречаются в овощной продукции? Көкөніс өнімдерінде қазіргі кезде көбінесе хлорорганикалық пестицидтер әлі күнге дейін кездеседі. Олар жаңағы МДУ-дан жоғары болмаса да, МДУ-дың шамасында немесе одан төмен із мөлшерінде, яғни олар в судовых количествах жаңағы овощтарда кездеседі. Фосфорорганикалық пестицидтер, жаңа мен айтып кеткендей, олар жаңағы біздің зерттеулеріміз бойынша фосфорорганикалық пестицидтер тауық өнімінде, балықта, содан кейін алма жемістерінде 4-4,5 есеге дейін МДУ-дан жоғары болғанын айта аламыз. Сонымен бірге жаңағы синтетикалық үй жағдайында ауладағы бақшада гербицидтер қолдансақ бола ма? Олар мәдени дақылда сақталып қалмай ма? Үй жағдайында ауладағы бақшаларда гербицидтерді енді оны қолдануға болады, бірақ аз мөлшерде қолдану керек, және оған мамандардың кеңесі қажет. Аулада еккен көкөністерге пестицидтерді шашуға болады ма? Егер олар болса, қай кезде қолданған дұрыс? Аулада еккен көкөністерге пестицидтерді шашуға болады. Ол ерте көктемде жаңағы жеміс дақылдарына шашылу керек. Біріншіден біз ол кездерде бірінші бардос сұйығы, мыс қосыстарының бардос сұйығы шашылады. Одан кейін жаңағы басқа пестицидтермен обработка жасауға болады. Бірақ та оны да жаңа регламентке сай пайдалану керек. Пестицидтер қандай нормативті құжаттармен қадағаланады? Пестицидтер қазіргі кезде техникалық регламенттермен қадағаланады. Бұл техникалық регламенттер аккредитация облысы бойынша бізде өнім қауіпсіздігіне қойылатын жаңағы техникалық регламент болады. Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын техникалық регламенттер бар. Сүт және сүт өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын техникалық регламент бар. Астық өнімдерінің
жаңағы қауіпсіздігіне қойылатын регламент бар, және пестицидтердің қауіпсіздігіне қойылатын регламенттер бар. Біз осы құжаттармен жұмыс жасаймыз. Одан кейін жаңа мен айтып кеттім, синтетикалық перитроидтар деп. Синтетикалық перитроидтар бұл 20 ғасырдың 80 жылдарында көп қолданылған, сол кезден бастап қолданыла бастаған препараттар. Бұлар табиғи перитриндерден алынған, яғни далматск түймедағының гүлінің үгіндісінен алынған препараттарға жатады. Бұл препарат күн сәулесінің әсерінен тез ыдырайды, яғни өсімдік пен топырақта бұл препараттар көп сақталмайды, тез ыдырап кетеді. Яғни бұлар абиотикалық және биотикалық факторлардың әсерінен, яғни жаңағы тотығу тостану, гидролиздену процестерінің әсерінен тез ыдырауға түседі. Бұлар жылы қандылар мен бал араларына қауіпсіз, сондықтан бұлар қазіргі кезде біздің елімізде көп қолданылады. Сонымен бірге қазір біз агропарк оңтүстік егістіктерінде, агропарк оңтүстік егістіктерінің ауыл шаруашылық дақылдарына әртүрлі гербицидтер, инсектицидтер шашылып жатыр. Жабық алаң ауасын қайталама ластануына анализ жасайсыздар ма? Жабық алаң ауасын қайталама ластануына анализ жасайсыздар ма? Бұл өзекті мәселе дейді. Яғни бұл шынымен де өзекті мәселелердің бірі, бірақ бұл біздің аккредитация облысында болмағандықтан, яғни бұл ауадағы пестицидтердің қалдығын зерттеу ғой. Бұл біздің жаңағы облысымызда жоқ болғандықтан оны біз анықтай алмаймыз. Техникалық регламенттер пестицидтердің барлық химиялық топтарын қамти ма? Техникалық регламенттер пестицидтердің барлық топтарын қамтиды. Осы Қазақстан Республикасының территориясында қолдануға рұқсат етілген пестицидтердің барлығы кіреді. Жаңа мен айтып кеттім, пестицидтер біріншіден ауыл шаруашылық дақылдарының өнімдерін арттыратын болса, екіншіден бұл қоршаған орта мен жаңағы адамзатқа өте кері әсерлерін тигізеді. Сондықтан жаңағы пестицидтер қоршаған ортада жинақталып, олар адамдардың иммунитетін төмендетеді, адамдарда тератогенді, канцерогенді және мутагенді әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар осы кейінгі әдебиеттерде айтылады, бұл ер адамдарда, бұл пестицидтер ер адамдарда игр хромосоманы бұзады, және оларды жойып жіберуге дейін қасиеті бар. Жеміс-жидектердің құрамында пестицидтердің мөлшерін үй жағдайында азайтуға бола ма? Жеміс-жидектердің құрамында пестицидтердің мөлшерін үй жағдайында азайтуға бола ма? Жеміс-жидектердің құрамындағы пестицидтердің мөлшерін енді ол жаңағы сатып алынған жеміс-жидектерді тұзды суда немесе ас содасы қосылған суда жуу керек, немесе 2-3 сағатқа суға салып қою керек. Сол кезде ғана жаңағы пестицидтің мөлшері төмендейді. Тамақ өнімдері пестицидтермен ластануын қандай мекемелер зерттейді? Тамақ өнімдері пестицидтермен ластануын қазіргі кезде техникалық реттеу және метрология комитеті реттейді. Одан кейін санэпидемстансалар реттейді. Жаңағы пестицидтер біріншіден жаңағы тератогенді, мутагенді және канцерогенді әсер етеді деп айтып кеттім.
ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділік пайызын шамамен қанша пайызға арттырады? Ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділік пайызын шамамен 20-30-40 пайызға дейін арттырады. Адамзат өмірінің қазіргі кездегі негізгі мәселелерінің бірі бұл тағам сапасы болып есептеледі. Яғни біз азық-түлік қауіпсіздігі дегенді біз пестициді жоқ, зиянды заттар жоқ, әртүрлі бөгде заттары жоқ тағам өнімдерін ғана айта аламыз. Адамзат өмірінде тамақ өнімдері егер таза болатын болса, онда ол ұлттың денсаулығы мен дамуына жақсы әсер ететін еді. Тамақ өнімдерінің сапасы бұл сонымен қатар еліміздің демографиялық жақсы дамуына және халқымыздың денсаулығының жақсаруына жақсы әсер етуші еді. Сондықтан да осы пестицидтерді қолданған кезде қолдану регламентін дұрыс пайдаланғанымыз жөн. Пестицидтердің әртүрлі препаративті түрлері бар. Олар эмульсиялық, суспензиялық эмульсиялар, концентратты эмульсиялар болып, сосын түйіршіктер, сулы ұнтақтар, одан кейін майлы эмульсиялар түрінде кездеседі. Қазіргі кезде біздің елімізге көптеген жаңағы жеміс-жидектер, көкөністер шетелден келіп жатады. Яғни ол Ресейден, Қытайдан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан келеді. Осы келіп жатқан жаңағы өнімдерге өте қатаң бақылау керек. Яғни олардың құрамында пестицидтердің болмауын қадағалап отыру керек. Егерде сіздер осылай жаңағыдай жеміс-жидектерді, тамақ өнімдерінің құрамында пестицидтердің қалдығы бар ма, жоқ па, соны тексергілеріңіз келетін болса, біздің осы институтымыздың пестицидтер токсикологиясы зертханасына келіп, біздің жаңағы зертханамызда сынама жұмыстарын жасатуларыңызға болады. Сонымен қатар бұл пестицидтерден бөлек қазіргі кезде сіздерде консультация үлкен мекемелерге ғана бағытталған ба, әлде кішігірім шаруашылықтарда сіздердің көмектеріңізге хабарласуға бола ма? Әрине, бұл консультация тек қана үлкен мекемелерге ғана емес, сонымен бірге кішігірім жаңағы фермерлерге, ауыл шаруашылық шаруа қожалықтарына да біз көмек бере аламыз, хабарласуларыңызға болады. Қазіргі таңда ең зиянды, ұзақ сақталып тұратын деп қандай пестицидті айтар едіңіз? Қазіргі кезде ең зиянды, ұзақ сақталып тұратын пестицидтерге бұл қазір хлорпирифос пестициді дейміз. Бұл фосфорорганикалық препараттарға жататын осы хлорпирифос пестициді сақталады. Одан кейін гербицидтер. Біз гербицидтерді, мысалы гербицидтермен өңделгеннен кейін өсімдіктерді, біз өсімдіктер мен топырақтарды әр 10 күн сайын алып тұрамыз. Яғни олардың жаңағы күту мерзімі 60 күнге дейін. Сондықтан біз гербицидтерді 60 күннің ішінде жаңағы ыдырап кетуін қадағалап, солардан үлгілер алып отырамыз. Жеке шаруашылықта пестицидтерді қолданғанда қандай қауіпсіздік шараларын қолдану керек? Жеке шаруашылықта пестицидтерді қолданған кезде қауіпсіздік шаралары бұл біріншіден жаңағы арнайы киім кию керек, көзілдірік тағу керек, қолғап кию керек, арнайы етік кию керек. Одан кейін жаңағы қолдану регламентін, оның ішінде жаңағы өңдеу әдісіне мән беру керек, сосын жұмсалу мөлшеріне мән беру керек. Одан кейін олардың күту мерзіміне дейінгі регламенттерді сақтау керек.
Қазақстан пестицидтерді өндіре ма? Иә, Қазақстан пестицидтерді өндіреді. Қазақстанда мен жаңа айтып кеткем, бұл Тараз қаласында Химплюс фирмасы глифосат шығарады. Одан кейін Астанада Астана-нан фирмасы, бұларда қазір пестицидтердің түрлері біраз бар. Одан кейін Павлодарда Казтранскем деген фирма бар. Бұл глифосат шығаратын фирмаларға жатады. Жаңа мен айтып кеткендей, бұл пестицидтерден басқа нитраттар. Қазір шаруа қожалықтары жеміс жидек көкөністерді қолданар алдында біраз уақытқа суға салып қойса, зиянды қалдықтар шығады деген рас па? Иә, жаңа мен онда өзім айтып кеттім. Жеміс жидектер мен көкөністерді қолданар алдында біраз уақыт суға салып қою керек. Олардың сыртын аршып жеу керек. Одан кейін жаңағы тұзды суда немесе ас содасы қосылған суға салып, одан кейін барып қолдану керек. Яғни осы кезде ғана пестицидтердің шамасы төмендейді. Жаңа мен айтып кеттім, жаңағы неде көкөністерде, әсіресе жаз кезінде қарбыз қауындарда олардың құрамында нитраттың мөлшері көп болып кетеді. Оны жаңағы шаруа қожалықтары регламентке сай дұрыс қолданбағаннан нитраттардың да шамасы ПДК-дан жоғары болып кетеді. Сондықтан абай болыңыздар жазда. Тақырып не, енді қосылдым дейді. Тақырыбымыз пестицидтер және өнім сапасы. Жаз кезінде жаңағы қарбыз қауындарды жеген кезде де оны абайлап жеулеріңіз керек. Оларда да нитраттың қоспасы көп болуы мүмкін. Ол нитратта бұл тірі организмдерде кездесетін азот қышқылдарының тұздары болғандықтан, оларда адам организміне өте кері әсерін тигізеді, әртүрлі ауруларға ұшыратады. Сондықтан да ас адамның арқауы және денсаулықтың жақсы болуы осы адамның дұрыс тамақтануына, таза өнімді қолдануына байланысты ұмытпағанымыз жөн. Және күнделікті өмірде қолданатын көкөністер мен жемістердің сапасына аса мән беріп, оларды тұтынушыларға және тұтынушыларға мезгілінде пісіп жетілген жаңағы өнімдерді және отандық өнімдерді көп пайдалануымызды ұсынамыз. Басқа да сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Негізі жаңа пестицидтер туралы мен айтқан кезде біздің сіздерде жеміс көкөністерде пестицидтердің қалдықтарын анықтау кішігірім шаруашылықтарына қаншалықты қолжетімді? Бізде жеміс көкөністерде пестицидтердің қалдықтарын анықтау үшін бізде прайс-лист бар. Яғни әр пестицидтің өзінің жаңағы бағасы, сол баға бойынша біз жаңағыдай жұмыстар жасаймыз. Оларды мен енді шаруа қожалықтарына қолжетімді деп айта аламын. Біз қазіргі кезде агропарк оңтүстік егістігінің ауыл шаруашылық дақылдарында өңделген гербицидтер мен инсектицидтердің қалдық мөлшерлерін және динамикалық таралуын зерттеп жатырмыз. Көп информация алдық, рахмет дейді. Пестицидтердің болашағы бар ма, жоқ әлде биоқорғауға көшеміз ба болашақта? Пестицидтердің болашағы, енді ол пестицидтер бұрыннан бері қолданып келе жатыр. Ол биоқорғауға негізі көшкеніміз дұрыс. Ал пестицидтердің мен айтып кеткендей, бұл адамзатпен қоршаған ортаға кері әсері өте көп. Сондықтан да жаңағы биоқорғауға көшкеніміз дұрыс. Пестицидтер араларға қаншалықты зиян? Пестицидтер араларға зиян келтіреді. Олар
пестицидтердің зиян келтіретін түрлері де бар, зиян келтірмейтін түрлері де бар. Олардың жаңағы пестицидтер 4 классқа бөлінеді. Соның ішінде негізі бірінші, екінші класстағы пестицидтер олар өте жаңа жылықандылар мен бал араларына, балықтарға өте зиян. Ал жаңағы үшінші, төртінші класстарының ондай зияндылығы жоқ. Сондықтан үшінші, төртінші класстағы пестицидтерді қолдануға болады. Біздің басқа да жұмыстарымыз қазіргі кезде жүріп жатыр. Жаңағы ауыл шаруашылық дақылдарының ішінде жаздық, күздік бидайларға, арпаға және жүгеріге, сонымен қатар майбұршаққа қарсы әртүрлі сульфанил мочевина, имидазолиндердің туындылары қазіргі кезде солармен өңделіп жатыр. Яғни олар арамшөптерге қарсы өңделіп жатыр. Бұл осы өңделіп жатқан пестицидтердің біз динамикалық ыдырауы мен қалдық мөлшерін біздің зертханамыз зерттеп жатыр. Бірақ қазіргі кезде бұл препараттардың онша жаңағы табиғат пен адамзатқа кері әсері болып жатқан жоқ. Неге десеңіздер, олар аз жұмсалу мөлшерімен қолданылады. Содан кейін олар жаңағы өсімдіктер мен топырақтарда тез тарап кетеді. Пестицидтердің зияндылығын төмендетудің жолдары қандай? Пестицидтердің зияндылығын төмендетудің жолдары бұл пестицидтерді қолданған кезде оларды дұрыс қолдана білу керек. Жаңағы біздің Қазақстан территориясында қолдануға рұқсат етілген пестицидтердің тізімінде көрсетілген нормалар бойынша сол нормаларды қолдана отырып және барлық жаңағы қолдану регламенттерін дұрыс сақтап отырып жасауға болады. Пестицидтер қолдану динамикасы жыл сайын қалай өзгеруде? Болашақта биоқорғауды қолданысқа алуға бет бұрса ауыл шаруашылығы дейді. Пестицидтер қазіргі кезде пестицидтер аз жұмсалу мөлшерімен және биологиялық ерекшеліктерімен олар бұл пестицидтерді біз қолдану динамикасы жыл сайын өзгереді дегенге енді білмедім, ол қандай сұрақ. Биоқорғауды негізі қолданысқа алу керек. Сол кезде ауыл шаруашылығында мол өнім ала аламыз. Нитраттардың мөлшерін өлшейтін жалпы қолданыста сатылатын нитратомерлер қаншалықты дәл көрсетеді? Енді ол нитратомерлер бұл экспресс негізі нитрат анықтаудың экспресс жолдары, бірақ та біздің зертханамызда бұл нитратомермен анықталмайды. Біз яномер қолданамыз. Демек біз нитраттардың жаңағы мөлшерін яномер арқылы өлшеп, осы яномердің көмегімен анықтаймыз. Басқа да сұрақтар қоюларыңызға болады. Бұл пестицидтер жаңағы инсектицидтерге, фунгицидтерге және гербицидтерге бізде қашан супермаркеттер жеміс көкөніс құрамындағы пестицидтердің қалдықтарын анықтайтын болады. Енді ол жағына мен оған енді жауап бере алмаймын. Бұндай жаңағы пестицидтердің қалдықтарын анықтау үшін біздің зертханалар сияқты мекемелерге жаңағы өнімдеріңізді әкелуге болады. Сол санэпидемстанциялар анықтайды. Біздің жаңағы зертханаларымыз сияқты зертханалар бұл жаңағы пестицидтердің қалдықтарын анықтайды.
Сонымен қатар бұл пестицидтер пестицидтердің жаңағы әдістері, әр пестицидтің өзіне тән әдісі бар, сол әдістермен анықталады пестицидтер. Бұл пестицидтерді, яғни қазіргі кезде қоршаған ортаға, адамзатқа зияны тимейтіндей сондай пестицидтерді кеңінен қолдануымыз керек. Мысалға, фосфор органикалық пестицидтер мысалы оңтүстік өңірлерде, сосын солтүстік өңірлерде пестицидтер әртүрлі ыдырайды. Жаңағы егерде пестицидтер жаңағы оңтүстік аудандарда, солтүстік аудандарға қарағанда оңтүстік аудандарда жаңағы пестицидтер тез тарайды. Яғни бұл жаңағы күн сәулесінің жақсы түсуіне байланысты. Осымен менің бүгінгі сұхбатым аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егерде қандай да бір көмек болып жатса, бізге хабарласуларыңызға болады.